Бұл бүгінгі ең бірінші сабағымыз біздің Java тілін үйренудің бастау себебі қазақша материалдар, видео сабақтар бұл сіздерге арналған. Ең біріншіден біз программа жазу үшін Java тілінде біз Java-ның компиляторын интернеттен жүктеп алуымыз керекпіз, сақтап алуымыз керекпіз, не болмаса орысша айтқанда скачать етіп алу керек. Ол үшін интернетке кіреміз. Интернеттен скачать десек те болады, терген кезде Google поисктан. Немесе download Java SDK десеңіз, бұл қалай айтсам екен, Java Development SD стандарт Java Development Kit дейсіз ғой, бұл среда разработки, язык программированиясы ғой, соның основной тілі сияқты компилятор деп айтуға болады. Міне Oracle сайтына кіреміз. Oracle сайтына кірген кезде бізге Java-ның SDK-ның стандарт Edition деп аталады, SE деген жазу. Бұл жерде стандарт Edition-да жай ғана қарапайым разработкалар, қарапайым программа жазуларына арналған. Оның деген Java EE деген технологиясы бар, ол бөлек тақырып болып не қылады. Мына жерде JDK-ның өзін download деген кнопкасын басамыз. Мына жерде тағы да қалай орнату керек екені айтылған, және қандай мәселелер қалай настроить етуге арналған туралы бәрі айтылған. Так, бұл енді міне JDK NetBeans-ке арналған деп. Мен негізі NetBeans қолданамын инструмент ретінде программа жазуға арналған. Оның ішінде Eclipse деген программа бар, JDeveloper деген бар, Oracle-дың өзінің технологиясы. NetBeans-да тоже Oracle-дың технологиясы саналады. Бұрын NetBeans-ді Oracle компаниясы сатып алды, Java-ны да Oracle компаниясы сатып алды. Содан кейін сол үшін Oracle сайтынан жүктеп аламыз. Download батырмасын басамыз. Бұл жерде JDK-ны скачать ету үшін біз лицензионный соглашениесіне қол қоямыз, келісімімізді береміз, және өзіміздің операционный версиямызды таңдаймыз. Менде негізі көпшілік адамда компьютерлері XP болғандықтан, XP, Windows 7, Vista болғандықтан, мен мысалым Windows-ке тоқталады. Мына жерде Windows x86 деген сөз 32 разрядты арналған операциялық жүйе болып саналады. Мынау x64 деген 64 разрядтық операциялық система. Өзіңіздің операциялық системаңыз қандай екенін білу үшін, жұмыс дұрыс жасау үшін пуск батырмасын басамыз. Мына жерге diag деген команданы тереміз және enter батырмасын басамыз. Мына жерде Windows 7 корпоративный 64 разрядная деп тұр. Сіздерде 32 разряд болса, сіздер Windows 86 таңдайсыздар. Ал менде 64 разрядтық болғандықтан мен өзіме x86 таңдаймын. x64 таңдаймын. Міне ссылкасы тұр, жүктеуге арналған. Басамыз. Менде загрузка жүре бастады. Егер сіздер Oracle сайтында учетный запись дейді ғой, енді қалай айтсам екен, аккаунтыңыз болмаса, немесе тіркелмеген болсаңыз Oracle сайтында, сізге біріншіден жүктелуге тура келеді, толтыру керек. Ол үшін Sync and Register деген батырмасын басамыз Oracle-ның. Мына жерде
сізде егер жоқ болса, зарегистрируйтесь деген ссылканы басамыз, өйткені сіздерде жоқ. Ал менде бар болғаннан кейін менің скачать етіп жатыр. Мына жерге өзіңіздің бірінші электрондық адресіңізді жазасыз, пароль және пароліңізді растайсыз. Мына қызылмен толтырған жерлер, қызылмен белгіленген жұлдызшалардың бәрін толтырып шығасыздар. Қазақстан деп, Алматы, Астана, кез келген адресті, компанияның атын жазу керек. Так, мына жерге өздеріңіз Oracle технологиясының нетворкынан subscribe деп аталады негізі. Подписать ету жазылсаңыз, Oracle технология нетворктан хаттар келіп отырады. Ол OTN деген мынау. Мына жерде неше түрлі обучение, поддержкалар, компания туралы, ең қызық нәрселер, блоктар, учебный материалдар болады. Так, біріншіден, онда біз үшін учетный не қылайық. hotmail.com парольді тағы да естеріңізде болсын. 8 әріптен, 8 символдан аз болмау керек, және бір цифра болу керек, және бір үлкен әріп болу керек. Данияр Мырзакан. Қазақстан жазамыз. Алматы компания. Компанияға өзіңіз кез келген нәрсені жазуға болады. Мен негізі өзімнің компаниямды жазамын. Банк. Мекен жайы. Б. Так, почтовый индекс обязательно толтыру. Алматының почтовый индексі осылай. Рабочий телефонға обязательно қою керек. Тоғыз деп кез келген номер жазсаңыз болады. Так, мына жерде центр подписки деген бар. Мына жерде кез келген образование, обучение, Oracle жайлы бәрін білуге болады. Деп создать деген батырмасын басайық. Енді айтады. Енді біз өзіміздің поштамызға кіріп, Oracle'ды растауымыз керек. Ол үшін өзіңіздің поштаңызға кіресіз. Егер Mail.ru көрсетсеңіз, Mail.ru поштаңызға кіріңіз. Мен Hotmail'ды көрсеткеннен кейін, мен Hotmail'ға кіруіме тура келіп тұр. Даник. Өзімнің Hotmail'ыма кірдім. Міне, Oracle ACVT автоматтар ғой өздерің. Кіреміз, міне, имя пользователя, данный mail и жаңа өзіңіз пароліңіз. Вот, міне, ссылка для проверки учетной записи деген. Басамыз. Және естеріңізде болсын, 5 күн арасында ана ссылка активный болып тұрады. Одан кейін жоқ болып кетеді. Енді міне бастым. Так, hotmail.com.
подтвержден деп шықты. Продолжить деп батырманы басамыз. Сонымен біз Oracle'дың сайтына кірдік. Енді Oracle'дың сайтына кірдік. Енді біз былай істейміз. Welcome Данияр деп тұр. Сингаутпен шығып кетемін мен қазір. Енді мен жаңағы Dolon Java SDK деп теремін Google'дан, және Oracle'дың ең бірінші сайты шығады. Сол сайттан мен өзім Dolon деген батырмасын басамын. Және өз келісім беремін, лицензиялық. Және мен енді 64 битті сақтап жатырмын қазір. Енді 32 биттік Java'ны өзім сақтап көрейін. Что-то қызық менде сұраған жоқ. Бірақ сіздерде осының батырман басқан кезде сіз мынандай жүйеге кірмендіктен сізден мына форма шығады. Осыны толтырғаннан кейін фото система басқаннан кейін өзі автомат түрде жүктелу басталады. Қазір уақытта менің интернетім өте нашар болып тұр. Не екенін білмедім. Әзірше осы, пока мен оны жүктелгенше біраздан кейін қайтадан кіремін. Енді былай қарасақ, мына жерде сіздерге арнап көрсеткен мысалында 32 биттік 586 деп аталады. Енді мен өзіме 64 сақтап жатырмын, скачать азы қалды. Менің интернетім нашар екен. Біз Java мен жұмыс істеу үшін среды разработки деп айтылады орысша. Қалай айтсам екен, программа жазудың оңайшылығы жолы, Visual Studio деген сияқты программа, Delphi деген сияқты. Мына жерде менде OpenSB, NetBeans, JDeveloper, OpenSB 2.3, NetBeans 7.2, JDeveloper 11.1.1.1.7. Бірақ оны программистің тілімен 7-ші версия деп айтамыз, немесе 1.7 деп айта саламыз. Бұл JDeveloper Studio өзінің Oracle'дың өз жасағаннан кейін NetBeans Oracle'дікі, бірақ NetBeans'тің командалары өздері бөлек, Oracle бөлек тиіспейді. Бірақ Oracle NetBeans'ті бұрын сатып алған осы 1-2 жылдың ішінде. Және бұл бөлек проект болып өзі дамып келе жатыр. JDeveloper Oracle'дың бұрыннан келе жатқан Sun Java'ның технологиясы еді, бірақ Oracle сатып алғандықтан JDeveloper тоже Oracle болып кетті. Бірақ Oracle негізі JDeveloper қатты көңіл бөледі. Оның ішінде қазір Oracle BPM деген технология бар. Бизнес процестерді моделировать программа жазу. Мынауды да бизнес процесті программа жазу, а мынау бізге арналған ең қарапайым среда разработки. Және тағы да одан басқа Eclipse, менің мына жерде поисктен жазамыз, Eclipse деп. Eclipse. Міне Eclipse десек, скачать. Download десек. Мен интернетім өте нашар болып тұр екен. Істемей қалды деп те айтуға болады. Сонымен Google Chrome, Mozilla, Firefox браузерлерінде Ctrl-G деген команданы бассаңыз, загрузкалардың страницасын көрсетеді. Мысалы, мынау сіздерге арналған 32 бит болса, ал менікі 64 бит болғандықтан показать папки деймін, басамын, шыққан экран. Запустить деймін, орнату кетті. Мына жерде JDK-ны өзімізге ыңғайластырамыз. Change батырмасын басамыз.
Ол не себепті деп айтсаңыздар болады. Өйткені кейін программа жазбасаңыздар да қолмен жазып, если Java кодты қолмен жазып тексергіңіз келсе, сол пульттарға кіріп отырмайсыздар да, әрбір C программ файлға команда строкада ыңғайлы болады. Міне JDK деп бердік. JDK деп бердік. Next батырмасын басамыз. И орнату кетті. Тез уақыт алады негізі. Енді орнатылу бір 2 минут, 2-3 минут қана қалады уақытын. Одан кейін Java'да JRE деген нәрсе бар. Java ол C++ сияқты, Delphi сияқты exe программалар болмайды. Ол Java Runtime Environment деп аталады да. Бұл среда исполнения деп аталады. Бұл жерде Java код жазылған, Java тілінде жазылған тіл өзінің байт кодқа аударады. Сол байт код арқылы JRE компиляция жасап, ең соңында программа өзінің орындалуын жасалады. Мысалы, привет деп текст жазатындай жасасаңыз программа, сол JRE арқылы кейін жазған кодыңыз сол анализдерді етіп байт код сіздерге экранға қара экранға шығарып беретін. Привет деген жазуды. Қандай жазу жаздыңыз? Так, бұның орнатылуын күтеміз енді. Сонымен біздің орнатылымыз бітті. Close батырмасын басамыз. Және Java орнатылғанын білу үшін пуск cmd деп команда жазамыз. Enter басамыз. Java версион деп береміз. Сонымен міне Java версиямыз орнатылды. 1.7 0.45 версиясы дайын болып тұр. Бүгінгі бірінші сабағымыз бітті. Ертең екінші сабағымыз NetBeans'ті орнату туралы айтылады екінші сабақ. Сол тілде жазуды туралы көрсетіледі және командалық строкада Java командасымен жұмыс істеуді үйретеміз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті.